Сәлем достар, оқтаусыз нәзік медовиктің рецептімен бөліскім келіп отыр. Ең бастысы кез келген креммен үйлесім таба алады. Мен сметанный крем қолдандым. Қамырын дайындаймыз. Балымызды бір ыдысқа салып, орташа отта балымызды ертеміз. Балымыз еріп болғаннан кейін содамызды қосып, бір келкі болғанша тез араластырамыз. Осылай көпіртіп көтеріледі. Егер сіздердің балдарыңыз аппақ болса, біраз отта ұстаймыз. Қоңыр болғанша. Осылай отта араластырып, қоңыр түске түсін келтіріп араластырып аламыз. Одан кейін майымызды саламыз. Майымыз ергенше тағы да бір келкі болғанша араластырамыз. Майымыз ергеннен кейін отты өшіріп суытамыз. Енді басқа ыдысқа қантымыз бен жұмыртқамызды қосып, 2 есе ұлғайғанша миксерлейміз. Осылай миксерлеп алдық. Енді жаңағы балды сұйықтығымызды 2-ге бөліп қосып, жақсылап бір келкі болғанша миксерлейміз. Енді ұнымызды қосып, бір келкі болғанша миксерлейміз. Жақсылап араластырып миксерлеп алдық. Міне енді бізде осындай әдемі қамырымыз шықты. Дайын қамырымызды пергаментке 2-3 қасық салып, домалақ етіп формасын шығарамыз. Қызып тұрған духовкаға 5-6 минутқа салып пісіріп аламыз. Мінекей менде 8 кожық шықты. Енді кремімізді дайындаймыз. Қаймағымызға сгущенкамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Бір келкі болғанша араластырамыз. Креміміз дайын, енді тортымызды жинаймыз. Менде 8 кожық шықты. 8 кожықты біреуін осылай үгітіп езіп алдым бетіне. Қалған 7-сін осылай крем жағып торт жасадым.